Өңірде жалпы халықтың басым көпшілігі уақыт белдеуіне байланысты көптеген жалпы пікірлер білдіруде, қарсы пікірлер айтылуда. Бұған қатысты қазақша түсініктеме бере кетсеңіз, уақытқа байланысты, уақыт белдеуінің қайтарылуына байланысты. Уақыт белдеуін өзгерту сұрағы қаралмайды. Ол мемлекет аясында бірнеше мәрте қаралып, тиісті шешім қабылданған. Біз өз жағымыздан сол уақыт белдеуіне сәйкес қажетті жұмыс графигін бекіттік. Таңертең ерте сағат 8-ден көпшілік мынау өздерінің балдарын бұрын детсадқа, мектепке 7:30-8-ге дейін апарып тастап, сосын амал жоқ 8 жұмысқа келіп 1 сағат бос отырып қалатын болса, қазір мектептен апарып тастап, балдарын бірден жұмысқа келіп 8-ден бастап жұмыстарын бастап кетеді. Кешкі 5:30-да жұмыстары аяқталады. Өзінің жеке уақытын тиімді пайдалануға, балаларына, семьясына қарауға қосымша мүмкіндік туып отыр. Бізде банк, ЦОН, басқа да жаңағы қызмет көрсететін орындар 6:30-ға дейін жұмыс істейді. Бұрын жұмыс уақытында жаңағы банкке барып, жаңағы жұмыс уақытын кедергі келетін болса, қазіргі таңда жұмыстан тыс сол барып өзінің қызметтерін алып жатыр. Оңтайландырып, бірлесіп бұл мәселені шешіп жатырмыз. Тағы да айтам, жоғарыда айтқандай, 1 жыл 8 ай болды. Бұл осы жаңа белдеу бойынша біз өмір сүріп жатырмыз, және арман қарай өмір сүре береміз.